Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқушылар, Талап Академияға қош келдіңіздер. Бастамас бұрын ең алдымен танысып алсақ, иә? Есімім жалпы Нұрасыл Тұрарбек болады. Талап Академияның негізін қалаушылардың бірі болам. Қазіргі таңда КБТУ университетінде ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша білім алып жатырмын. Мына жерден өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, 4 түрлі математикадан қазіргі таңдағы көрсеткіштерім тұр GPA мен. Ал енді сіздерге қызық болып жатса, менің басқа да жетістіктерімді көре аласыздар. Ал енді мен көп созғым келмейді. Бүгінгі алғашқы математикадан сіздермен бірге өтетін сабағымызды бастасақ, сіздермен танысқаныма жалпы қуаныштымын. Ал енді бізде бүгінгі тақырып мінекей сандар және бөлінгіштік. Иә, бәріміз білетіндей бұл тақырып бізде математиканың бастауы, сіздерге оңай болуы мүмкін, бірақ та осы тақырыптан бастау біз үшін міндет. Сондықтан бүгінгі тақырыпты сандарға арнайық. Жалпы өздеріңіз білетіндей, егер де біле жатсаңыздар, сандар әртүрлі сандарға бөлінеді. Математикада сандардың натурал сандар, бүтін сандар, рационал сандар, жалпы сандар немесе комплекс сандар деп бөліне береді. Ал енді біздің бүгін қарастыратынымыз тек натурал сандар мен бүтін сандар ғана. Жалпы натурал сандар тоқталып өтейік. Натурал сандар дегеніміз не? Натурал сандар математикада n мен белгіленеді екен. Мына жерде n мен тұр, иә? Бұл дегеніміз жалпы санағанда қолданылатын сандар екен. Яғни мына жерде тұр ғой, 1, 2, 3, 4, 5 деп дальше кете береді. Бұлар миллионға дейін бара береді. Олардың бәрі ең бастысы бүтін болу керек. Яғни ешқандай қалдығы жоқ. Міне мысалдан қараңыздар. 2,5 болса, ол бізде натурал санға кірмейді. Неліктен? Өйткені оның ар жағында бөлшегі бар, иә? Ол уже рационал санға кетіп қалады. Ал енді тағы да бір айта кететін нәрсе, бізде натурал сандарға 0 саны кірмейді екен. Өйткені 0 ондай санауға келмейді, иә? Ал енді бүтін сандарға келетін болсақ, бүтін сандар бізде z пен белгіленеді екен. Мінекей, z пен, иә. Жалпы оған теріс сандар және де 0 және де натурал сандар жата береді екен. Яғни мұнда қарасаңыздар, -3, -2, -1, 0 де жалпы кіре беріп тұр, иә. Осыдан бастап кете береді. Яғни мысалдан ауа температурасы -19 градус десе, оның өзі бүтін сан болып тұр. Ең бастысы бүтін болса болғаны. Минус сан, 0 цифрасы кіре береді екен. Жалпы бізде осы қарастыратынымыз осы ғана. Ал енді мына жерде мысалда рационал сан бар. Мына жерде жалпы бүтін сан болсын, рационал болсын кіре береді. Ал енді наяқтағы бізде уже комплекс сандар. Мынау комплекс сандар. Бұларға әлі тоқталмаймыз. Ол бізде алдағы уақытта болатын нәрсе. Жалпы бүгін қарастыратынымыз осы екі сан. Ал енді жай сандар мен құрама сандарға тоқталып өтетін болсақ, жай сан дегеніміз жалпы не? Жай сан дегеніміз тек бірге және өзіне ғана бөлінетін сандар екен. Ол қалай? Мына жерде өздеріңіз тізбекке қарасаңыздар, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 деп кете береді. Бұл сандар қараңыздар. 2-ні мысалдан біз қанша санға бөле аламыз? 2-ні біз өзіне бөле аламыз, е? 2-ге, ой, кешіріңіздер, так, 2-ге бөле аламыз. Ол бізде 1 болады. Немесе 2-ні бірге бөле аламыз, е? Ол 2 болады. Сонда қараңыздар. Біз 2-ні 2 санға бөлдік, өзіне және де бірге. Сонда ғана қалдықсыз бөлінеді. Ал егер де біз оны басқа санға бөлетін болсақ, уже қалдық шығып кетеді, е? Тура сол сияқты 3-ті қарастырайық. 3-ті мысалдан өзіне бірге бөлсек 3 шығады, 3-ті 3-ке бөлсек 1 шығады. Яғни біз оны бірге ғана бөлдік және де 3-ке ғана бөлдік. Оны мысалдан 3-ке 2-ке бөле алмаймыз. Сол жерде уже бізде қалдық шығып кетеді, 1,5 деген. Сонда жалпы суть қандай? Бұл жерде бірге және өзіне ғана бөлінеді. Осы 2 санға бөлгенде ғана олар қалдықсыз шығады. Олар дальше кете береді, мысалда 19, 23 депші. Ал енді құрама санға тоқталып өтетін болсақ, құрама сан дегеніміз жалпы тура осы жай сандарға қарама-қарсы ұғым. Яғни 1 және өзінен басқа бөлгіштері бар сандар екен. Ол қалай? Яғни мысалдан 4-ті қарастыратын болсақ, бізде қараңыздар. 4-ті қандай бөлгіштері бар? Біз 4-ті 2-ге бөле аламыз, 1-ге бөле аламыз және де өзіне бөле аламыз, е? Енді қарап тұрсаңыздар, бөлгіштердің саны 3 болып кетті. Жай сандардағыдай емес, жай сандарда бізде 2 ғана болды ғой бағана. Өзі және де 1 ғана. Ал мына жағдайда уже бізде 3 санға бөліп кеттік, е? Қалдықсыз бөлінеді. Мысалы 6-ны 1-ге бөле аламыз, 2-ге, 3-ге және де 6-ның өзіне бөле аламыз. Мұнда қарасаңыздар, уже 4 санға бөлініп кетті, е? Яғни 4 бөлгіш бар екен. Жалпы осы негізі құрама сандар дегеніміз. Ал енді келесі бізде бөлгіш пен еселік. Жалпы бұлар не? Негізі бұл өте қарапайым нәрсе. Мен және де оны ұқсас етіп айтып өттім. Жалпы бөлгіш дегеніміз берілген санды қалдықсыз бөлетін сандар. Бағана біз қарағандай осы 6 санның бөлгіштері 1, 2, 3, 6 екен, е? Жалпы осы 4 сан 6 санын қалдықсыз бөліп тастай алады, е? Ал бұлай айтқанда 6 санының бөлгіштері мына 4 сан екен.
Мұны 1, 2, 3, 6 деген, иә? Жалпы бөлгіштер дегеніміз осылар, міне олар көп болуы мүмкін, немесе аз болуы мүмкін. Ал есерік берілген санға толық бөлінетін сандар екен. Мысалы 4 санның есеріктері 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, дәш 32 кете береді. Ең бастысы осы есеріктер 4 саны, яғни 4 саны осы есеріктерді қалдықсыз бөліп тастай алады екен. Яғни сіздер осы қатардағы сандарды 4-ке қалдықсыз бөле берсеңіздер болады. Ешқандай қалдық қалмайды. Есерік дегеніміз осылар. Негізі артық керек емес, оны түсініп, жалпы қарапайым нәрсе. Ал енді жай көбейткіштерге жіктеу дегеніміз не? Соған тоқталып өтсек, бұл бізде маңызды тақырып, себебі бұл тақырып бізде алдағы уақытта университет кезінде де дискретті математикада да кездеседі, сондықтан айтып өтейік. Жай көбейткіштерге жіктеу дегеніміз санды жай сандарды көбейтіндісі түрінде жазу. Бұл бізде математикалық анықтамасы. Ал егер де қарапайым тілмен түсінетін болсақ, жалпы кез келген құрама санды бар ғой, кез келген құрама санды біз жай көбейткіштердің көбейтіндісі түрінде жаза алады екенбіз. Оған біз мысал ретінде 36 санын келтіріп қойдық, яғни 36 санын жай көбейткіштерге жіктеу керек. Ол қалай? Ең алдымен бізге осы жай сандардың тізбегі керек болады. Біз білетін ең алдымен 2-ден басталады, 3, 5, 7, 11 кете береді. Сөйтіп біз ең алдымен құрама санымызды 2-ке бастап бөлеміз, 2-ден бастап 2-ке бөлгенде ол мысалдан 18 шықты ғой. 18 ол бізде қалдықсыз бөлінді. 18 саны тағы да 2-ке бөліне ма тексереміз. 18 саны 2-ке бөлінді, 9 шықты, қалдықсыз бөлінді. Ал енді 9 саны 2-ке бөліне ма? 2-ке бөлінбейді, қалдық шық қалады. Сол себептен біз келесі жай санға бөлеміз. Міне 2-ні алып тастаймыз да, келесі жай сан 3. Яғни 9-ы 3-ке бөлсек, 3 саны шықты, ол тоже қалдықсыз шықты. Сол 3 санын тағы да 3-ке бөлсек, 1 шығады. Бұл бізде стоп нүктесі, яғни 1 шыққан кезде тоқтайды. Ал осы ортасында шыққан мына сандар бізде жай сандардың тізбегі. Яғни біз 36 санын жай сандарға бұлай көбейтіп шығады екенбіз. 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 3. Жалпы 2-нің квадраты және де көбейтілген 3-тің квадраты. Өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, мына жерде тек қана жай сандар тұр. Ал осы жай сандарды көбейтсек, 36 деген санымыз бағанағы санымыз шығады. Жалпы осы жай сандарды жіктеу дегеніміз осы ғой. Типа кез келген құрама санды жай сандармен жазып шығу деген нәрсе. Бұл бізде жалпы осы алған біліміміз ең үлкен ортақ бөлгіш пен ең кіші ортақ есерікті табуда көмектеседі екен. Қазір біз оған тоқталып өтетін боламыз. Мына жерде мен сіздерге спойлер беріп қойдым әдейі. Келесі слайдымыз осы ең үлкен ортақ бөлгіш пен ең кіші ортақ есерікті табу жайлы. Ал енді ең үлкен ортақ бөлгіш дегеніміз не? Математикалық анықтамасы 2 немесе одан да көп санға бірдей бөлінетін ең үлкен сан. Яғни, мысал қарастыратын болсақ, бізде қараңыздар, 36 және де 48 сандары берілген ғой. Осы 36-48 сандарын біз несін табуымыз керек? Ол жерден біз осы 2 санға бірдей қалдықсыз бөлінетін ең үлкен санды табуымыз керек. Ол қалай? Бізде мысалы өзіңіз білесіздер, 36-ны біз 2-ке бөле аламыз ғой да? 2-ке бөлсек, ол жерден бізде не шығады? 18 шығады, е? 48 санын тоже 2-ке бөле аламыз. Ол жерде бізде 24 деген сан шығады. Міне, ол бізде ортақ бөлгіш мынау. Ортақ бөлгіш. Бірақ та бізге осының ең үлкені керек. Ең үлкені. Бізде мысалдан қай сан бізде ең үлкен болуы мүмкін, который осы 36-ға да 48-ге де бөлінетін. Так, оны табу үшін біз мына жерде жай сандарға жіктеумен табады екенбіз. Сонда былай айтқанда 36 санын ең алдымен жай сандарға жіктеп аламыз, бағанағы өзіміздің алған білімімізбен. Одан кейін дальше былай табамыз. Қараңыздар, ең алдымен 48-ді жіктеп алайық. Тоже 48 2-ке бөлеміз. 24 2-ке бөлеміз. 12 2-ке бөлінеді тағы да. 6 2-ке тағы да бөлінеді. 3 шықты. 3 2-ке бөлінбейді, сондықтан 3-ке бөлуге тура келеді. 3-ке бөлген кезде онда бізде 1 шығады. Мынау бізде стоп нүктесі, яғни осымен бітеді. Ал мына ортасында шыққан сандарымыз жай сандарға жіктелу, е? Сонда былай қарайтын болсақ, 2-нің 4 дәрежесі, е, мына жерде. Аха, мінеки көбейтілген 3. Сонда міне жіктеліп қойды осылай. Сөйтіп жіктеп алғаннан кейін, қараңыздар, ең үлкен ортақ бөлгішін табу үшін біз осы сандардың ең кішілерін аламыз, яғни қарама-қарсы. Жаттап алыңыздар, е? Мысалы, 2-нің 2 дәрежесі мен 2-нің 4 дәрежесінің ішінде бізде ең кішісі 2-нің 2 дәрежесі, яғни 2-нің квадраты, е? Мінеки 2-нің квадратын аламыз, ал 3-тердің арасында ең кішісі 3-тің өзі. Мінеки 3-ті алып қойдық. Сөйтіп екеуін бір-біріне көбейте саласыздар. Сол көбейту арқылы сіздерде ең үлкен ортақ бөлгішіміз табылады екен. Яғни 4 көбейтілген 3-іміз 12-ні береді.
Мына 12 деген санымыз осы 36 мен 48 санының ең үлкен ортақ бөлгіші екен. Яғни біз 36-ны 12-ге де бөле аламыз. Яғни 36-ны қалай айтсам екен 36-ны 12-ге бөлгенде қалдықсыз шығады, 48-ді 12-ге бөлгенде тағы да қалдықсыз шығады. Яғни 12 екеуіне де ортақ бөлгіш. Және де ең үлкені. Бұдан артық бізде ортақ бөлгіш жоқ. Өйткені, мысалдан қараңыздар, 48-ді қалай айтсам екен, 48-ді біз мысалда 24-ке бөле аламыз ғой, 48-ді 24-ке бөлінеді, бірақ та 36-ны 24-ке бөле алмаймыз. Вот. Ең маңызды сәт осы. Мына жерде тағы да келтірмесе, мысалы 36-ны 36-ға бөле аламыз, ол жерде бізде 1 шығады, бірақ та 48-ді біз өкінішке орай 36-ға бөле алмаймыз, ол жерде бізде қалдық шығып кетеді. Міне, осылай түсіну керек, сондықтан 12 деген санымыз ең үлкен ортақ бөлгіші болады екен. Ал дәл осы темппен ең кіші ортақ есептікті түсініп алатын болсақ, ең кіші ортақ еселік дегеніміз жалпы математикалық ұғымы екі санның ортақ еселіктерінің ішіндегі ең кішісі. Математикалық түсініктемесі сәл түсініксіз болуы мүмкін, сондықтан мысалмен түсініп алайық. Бұл қалай? Қарапайым тілмен айтатын болсақ, кез келген санның который бір сандар болады ғой. Осы бір үлкен сан, осы 36-ға да 48-ге де бөле аламыз сол санды. Так, мысалы, бізге ең кішісі керек, 144 керек. Қараңыздар, бұлай қарастырсақ қалай? 72 деген санымыз, мысалдан 72 деген сан бар ғой. Осы 72 деген санды біз 36-ға бөле аламыз, 36-ға бөле аламыз. 36-ға бөлгенде бізде қалдықсыз 2 деген сан шығады. Бірақ та 72-ні біз 48-ге өкінішке орай бөле алмаймыз. Ол да қалдық шығып кетеді. Сонда бізге не істеу керек? Бір сан табу керек, который 36-ға, сол санды 36-ға бөлгенде де қалдықсыз шығатындай, сол санды 48-ге бөлгенде де қалдықсыз шығатындай. Оны табу үшін бізге сол баяғы жай көбейткіштерге жіктеуіміз көмектесетін болады. Жай көбейткіштерге жіктедік қой. Сонда бағана ең үлкен ортақ бөлгіш тапқан кезде біз ең кішілерін алсақ, ең кіші ортақ есек тапқан кезде ең үлкендерін алады екенбіз. Яғни наоборот, керісінше, Сонда мына жерде 2-нің 4 дәрежесін аламыз да, мына жерде 3-нің квадратын аламыз. Сөйтіп екеуін бір-біріне көбейтеміз де 144 деген сан шығарамыз. Қараңыздар, 144 деген сан шықты. Осы 144-ті біз 36-ға да бөле аламыз. 48-ге де бөле алады екенбіз. Сонда қалдықсыз шығады. Мысалдан 144-ті 36-ға бөлетін болсақ, бізде мына жерде 4-тен берсек 144, міне 4 сан шығады, қалдықсыз бөлінді. 144-ті енді 48-ге бөлейік. 48-ге бөлетін болсақ, жалпы мына жерден бізде нешеден кетеді? 3-тен кетеді. 3-тен кетіретін болсақ, 3-ті 8-ге көбейтеміз. Так, түсінбедім. Жоқ. 3 болады. 3-ті көбейтеміз. Вот. Мінеки. 3 бізде қалдықсыз шықты. Видео сабақ түсіріп отқан кезде кішкене андай шатасып кету болады, сондықтан осыған мән бермеңіздер. Жалпы міне қараңыздар. 4, 3 қалдықсыз бәрі шықты. Яғни бізде ең кіші ортақ еселігіміз 144. Бұдан да үлкен сандар болуы мүмкін, бірақ та бізге ең кішісі керек. Ал енді практика қарастырайық, практика жасайық, өйткені алған білімімізді бекітуіміз керек. Бізде мынандай нәрсе бар. Берілген сандарды жай және құрама сандарға бөліңіз дейді. Бағанағы жай сандарымызды, егер де сіздер естеріңізде болса, солай бөліп шығайық. Дальше қазірге жауабын тексереміз. Паузаға қояйын. Яғни сіздер паузаға қойыңыздар, өздеріңіз есептеп алыңыздар, Одан кейін мен дальше жалғастыра беремін. Ал егер де сіздер паузаға қойып тексеріп алсаңыздар, жалпы жай сандарға міне 2 кіреді. Одан кейін 4 бізде құрама санға кіреді, өйткені оның бір бұл мына жақта көрсетіп қойдым ғой. Жарайды, сіздерге бонус болсын, сразу көрсете салдым осылай. Жауап осындай болады, сіздерге дұрыс шықты деген ойдамын. Яғни бұл бізде оңай нәрсе. Ал енді келесі бізде сандарды жай көбейткіштерге жікте деген нәрсе. Бұларды қалай жіктейміз? Бағанағыдай тура бағанағы методты қолданамыз, Яғни осы жерде біз 30 деген құрама санымызды ең алдымен жай санға бөлеміз. Ол бізде ең бірінші жай санымыз 2, 32-ке бөлетін болсақ бізде 15 шығады, Ал енді 15 бізде 2-ке бөліне ма? 15 2-ке бөлінбейді, 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлсек 5 шығады. 5 бізде 3-ке бөлінбегендіктен 5 болады, келесі санымыз. Ол бізде 5, яғни 5-ті 5-ке бөлетін болсақ 1 шығады. Мінеке қараңыздар. Осымен тоқтадық та 2, 3, 5 деген сандарымызды жазып қоямыз. Ол бізде жай сандар. Яғни 30-дың жай сандарға жіктелуі бізде осылай болады екен. Келесі санымыз бізде 36. Тоқтайтыңыздар. Бағана біз 36-ны жасадық қой, Оныкі бізде қателеспесем 2-нің квадраты және де 4-тің, яғни 3-тің квадраты болды, Енді 42-ні жасай берсек, 42-ні 2-ке бөлеміз. Бізде 21,
21 бізде 2-ке бөліне ма? Жоқ, 3-ке. Иә, бөлінеді. 7, иә. 7 бізде 3-ке бөлінбейді, 5-ке бөлінбейді, сондықтан 7-нің өзіне бөлеміз. Соны бөлген кезде бізде 1 шығады. Стоп нүктесі, яғни ортасына шыққан сандарымыз мына 2, 3, 7 дегендеріміз жай сандар, иә. Яғни 42-нің жай сандарға жіктелуі 2 көбейтілген 3 көбейтілген 7 екен. Мінекей жауабы, тексеріп алдыңыздар. Егер де сіздерде дұрыс болса, онда бәрі керемет. Ең үлкен ортақ бөлгіш пен ең кіші ортақ есепке есептеріміз бар екен мұнда. Жалпы 2 есебіміз бар, 18 және 24-тікін табу, және де 16-20-нікін табу. Мен 18-24-тікін табайын, сіздерге болса үй жұмыс ретінде 16-20-ны табуды берейін. Бірақ та қазір мен сіздерге жауабын көрсем, сондықтан қазір шығарсаңыздар дұрыс болады. Ал енді мен тауып бастайын, ең үлкен ортақ бөлгіш табу 18 мен 24 сандарынкін табайық, иә? Осылай жазып қоямыз. Ең алдымен 18-ді жай сандарға жіктеп алайық. 18-ді жай сандарға жіктейміз, 2-ке бөлеміз. 9 шығады. Так, 9-ды 2-ке бөлеміз. Яғни 3-ке бөлеміз. 3-ке бөлгенде 3, 3-ті 3-ке бөлеміз 1. Стоп нүктесі, сонымен бізде 18-дің жүктелуі 2 көбейтілген 3-тің квадраты, иә? Мінекей. Ал енді 24-ті дәл солай жүктеп алайық. 24-ті 2-ке бөлеміз. Қанша шығады? Бізде 2-ке бөлетін болсақ 12, 12-ні 2-ке бөлеміз. Ол бізде 6 болады. 6-ны 2-ке бөлеміз 3 шығады. 3-ті сосын 3-ке бөле саламыз. Сонымен бізде 1 шығып, стоп нүктесі пайда болады. Ортасындағы сандарымыз жай сандар, иә? Жалпы сонда 24-тің жүктелуі қалай жазылады екен? 24-міз бізде тең болады, сонда 2-нің кубы көбейтілген 3 екен. Мінекейіңіздер. Енді ең үлкен ортақ бөлгішті табу үшін естеріңізде болса ең кішілерін аламыз, иә? Кішілерін аламыз, сонда 2 мен 2-нің кубының ең кішісі бізде 2-нің өзі болады мына жерде. Ал 3-тікі болатын болса, 10-кі 3-тің өзі, иә? Вот. Мына жерден 3-тің өзін таңдап аламыз, сонымен бізде 6 деген сан шығады. 6 деген санымыз осы 18 бен 24-тің ең үлкен ортақ бөлгіші екен. Яғни одан артық үлкен бөлгіші жоқ, иә? Сонымен ең үлкен ортақ бөлгіші осылай табылды. Ал енді ең кіші ортақ есепті табуымыз керек. Так, мен оларды өшіріп тастасам, егер де сіздерге керек болмайтын болса, так. Өшірсаймыз. Так. Ал ең кіші ортақ есепті табу үшін бізге 18-24-тікі. Мен неғып өшіріп тастадым? Бізге негізі не керек қой да? Аха, жарайды енді. 18-тікі бізде қалай болды? Қателеспесем 2-нің... Так. Так, 24-тікі әйтеуір есімде. 24-тікі бізде 2-нің кубы көбейтілген 3 болды. 18-тікі 2 көбейтілген 3-тің квадраты, иә, дәл солай. Аха, ал енді бізде ең кіші ортақ есепті табатын кезде бізге ең үлкендерін алу керек, иә, қарама қарсы. Яғни мына жерден бізде 2-нің кубын алуымыз керек болады. Мына жерде 2-нің кубын жазып қояйық. Содан кейін 3-тің квадратын аламыз, иә? 3-тің квадраты 2-ін көбейтетін болсақ, так, 8 көбейтілген 9, ол бізде 72. Яғни 72 деген санымыз 18 бен 24-тің ең кіші ортақ есерлігі екен. Так, жауабын тексеріп алайық. Жауабы дұрыс болып жатса, сіздерге 16 мен 20-ның жауабын тағы да берем, сонымен өздеріңіз тексеріп алыңыздар, иә? Мінекей, жауаптары бізде 6 мен 72 шықты, ал сіздерде 4 пен 80 шығуы керек. Егер де осылай шықса, бәрі жақсы деген сөз. Сонымен, құрметті оқушылар, менің бүгінгі сіздермен өткізген бірінші сабағым өз мәресіне жетті. Егер де сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды аямаңыздар. Бәрі ойдағыдай өтті деген ойдамын, сенімдемін. Жалпы бүгінгі сабақтарыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше талаптарыңа нұр жаусын.